Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін 2 сынып әдебиет сабағы Сұлтан Қалиевтің «Ғарышкер» деген өлеңіне жазылған ашық сабақтың құрылымымен таныстырғалы отырмын. Сабақтың мақсаты өлеңнің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру, қарапайым және нақтылау сұрақтарын құрастыру және жауабын шығармадан тауып айту. Осы 3 мақсатқа құрылған сабақ жоспары. Осы сабақта атқарылатын тәрбиелік тапсырмалар еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айына, бақыт маңдай терін аямай еңбек еткенге бұйырады деген дәйек сөзбен жалғасатын болады. Осы дәйек сөздер сабақ барысында қолданылатын болады. Білім мен ғылымға деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында құрастырылған. Ең алдымен қалқанша жасалады, оның ортасында тілше болады. Сол тілшені айналдырып отырып, әр оқушы өзіне тиісті тілекті оқитын болады. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін, осы сабақта жетістігің көп болсын деген тілектер жазылып тұрады айналасында. Сосын роботтарды таңдау арқылы экраннан 3 топқа бөлінеді балалар. Сосын пазл әдісі. Қоршаған ортаны қалай қорғаймыз? Құстар туралы қандай шығарма білесің? Өткен сабақты бекіту мақсатында жануарлар туралы не оқыдық? Адам табиғатқа қалай әсер ете алады деген сұрақтарды өткен тақырыпқа байланысты қойып жауаптарды аламыз. Сосын пазл ашылған кезде суреттен кімді көріп тұрсыңдар, ол туралы не білесіңдер деген сұрақтармен жаңа тақырыпқа көшеміз. Ғарышкер деген тақырыпты айтқаннан кейін жалпы ғарышкер туралы алдымен тыңдалым жасаймыз, жаңа білім аламыз. Сәлем достар, Кермін. Бүгін бізбен Жұлдыздар. Жұлдыз бұл планета. Оны көрінеді. суық. Ғарыш өте қызықты әлем. Біз бүгін көп нәрсе үйрендік. Бейне жазбаны көрсетіп болған соң тыңдалым жүреді. Бізде қандай ғарышкерлер бар? Қандай ғарышкерлерді танисыңдар деген кезде балалар өзіміздің тұңғыш ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров, сосын Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтерді айтып келеді. Ары қарай мұғалім QR-код арқылы немесе өзі оқып береді. Сұлтан Қалиевтің «Ғарышкер» деген өлеңін. Тұңғыш қазақ ғарышкер Әубәкіров ағаның даңқы көпке самғаған, Тоқтар аға Гагарин салған жолды жалғаған. Тоқтар ағам, жан ағам, бұрыннан да ереді, менің батыр ағадан аумай қалғым келеді деген өлеңді біз бәріміз жатқа білеміз, кезінде жаттағанбыз. Енді осы өлеңді тыңдап болғаннан соң мазмұны бойынша құрастырылған сұрақтарға жауап беру деген мақсат жүзеге асатын болады. Оны біз білім шамы әдісімен іске асырамыз. Тыңдап болған соң өлең кім туралы, балалар айтқан кезде, жауапты айтқан кезде, мынау кнопканы басқан кезде жауап ашылатын болады. Сонымен тексеріп отырып, әр оқушы өзіне ұпай жинайтын болады. Ұпайын бағалау парағы немесе бағалау өздеріңіздің қолданылатын әдістеріңізбен ұпайларын белгілеп отырасыздар. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Тағы қандай ғарышкерлерді білесіңдер? Тоқтар Әубәкіровтің ерлігі туралы өлеңде не айтылған? Және суреттегі ақын туралы не білесің? Бұл Сұлтан Қалиев ағамыз, ол балалар ақыны. Сосын оқылым. Оқушыларға оқытамыз. Ақпаратпен оқып танысамыз, немесе топтарға Тоқтар Әубәкіров туралы, Талғат Мұсабаев туралы, Айдын Айымбетов туралы қосымша мәтіндер берсеңіздер болады. Топпен оқиды, ақпараттармен танысады, қарапайым және нақтылау сұрақтарын басқа топтарға қояды, жауабын мәтіннен тауып оқиды. Ол үшін ноутбук парағын қолдануға болады. Бірінші топ мысалы Тоқтар Әубәкіров туралы мәліметті оқиды және сұрақтарын, нақтылау сұрақтарын жазады да басқа топқа береді. Екінші топ Талғат Мұсабаев туралы, үшінші топ Айдын Айымбетов туралы. Мына жерге 3 деп жазу керек. Айдын Айымбетов туралы қарапайым және нақтылау сұрақтарын жазады. Басқа топтар жауап береді. Осылай топтық жұмыс іске асып болған соң сергіту сәтіне судағы ойын деген
ғарышкер ойыны бар. Арнайы ойындар Каспийден немесе басқа да сауда дүкендерінен алсаңыздар болады. Балаларға осындай тақырыпқа байланысты ойын ойнатасыздар. Сосын жазылым. Жұмыс дәптеріне өздері орындайды. Жұмыс дәптері болмаса өздерінің кәдімгі әдебиет сабағында қолданатын дәптерлеріне адасқан сөйлемдерді реттейді және сол сөйлемдерден мәтін құрап жазады. Ары қарай сабақты бекіту мақсатында Wordwall ойыны, бұл ойынның да сілтемесі дайын тұр. Мына жерде кім қазақтың тұңғыш ғарышкері? Жауаптарды апарады, топпен жасайды. Өте қызық. Ол не? Ғарыш әлемі. Ғарышкерлер күні қашан? Тоқтар Әубәкіровті мақтан тұтамыз. Өлеңде айтылған, мен кім боламын? Ғарышкер боламын. Тақырыпқа байланысты топпен орындап, тағы да тиісті ұпайларын алады. Ары қарай үй тапсырмасы. Ғарышкер ең батыл адам тақырыбына үйде өздері қысқаша өз пікірін немесе мәтінін құрастырып жазып келсе болады. Ол үшін менің ойымша ғарышкер ең батыл адам деп бастайды. Себебін жазады. Мен оны былай дәлелдеймін. Сосын қорыта келгенде деп өздерінің шығармаларын жүйелеп жазып келеді. Ол үшін осы екінші тапсырмадағы тірек сөздер көмек болады деп түсіндіріп жібересіздер. Ары қарай роботтар рефлексиясымен сабақтарыңызды аяқтайсыздар. Мысалы, мына роботты 3 рет түрде, мынау мен қиналдым, менің сұрақтарым бар, түсінбеген жерлерім бар, немесе мен бүгін сабақты өте жақсы түсіндім, 3 рет түрде жақсы түсінген болса, ал егер сұрақтары бар болса, роботты 2 рет түртеді. Ал сабақты дым түсінбеген болса, роботты 1 рет түртеді. Осылай сабақтарыңызды аяқтайтын боласыздар. Құрметті әріптестер, осы сабақ жоспары және слайд, бейне материалдары, ресурстары қажет болса, Инстаграмда G-мектепте немесе менің телефон нөміріме жазсаңыздар болады. Менің номерім 8705 423 0199 WhatsApp арқылы хабарлассаңыздар, сабақтың барлық материалдарын алатын боласыздар.